Украинадағы соғыс алдағы желтоқсанда аяқталуы керек. Бұл Трамптың Зеленскийге қойып отырған ультиматумы. ақш жоспары бір ай бойы құпия түрде әзірленген. Айтып берейін. ақш жоспары туралы жаңалық кеше кешкісін шықты. Құжат Трамптың тапсырмасымен бір ай бойы құпия түрде әзірленген. Жоспар бойынша Қырым, Луганск және Донецк де-факто Ресей аумағы ретінде танылмақ. Ал Украина әскері бақылап отырған Донецк облысының бөлігінен шығарылып, бұл облысты түгел беруге міндеттеледі. Бұдан бөлек Украина өз армиясының санын 600 мың әскери қызметкермен шектеуге тиіс. Ал Украина оның орнына не алады? Трамп жоспары бойынша НАТО-ның 5-ші бабы бойынша Украинаға қауіпсіздік кепілдігі беріліп отыр. Бұл құжатқа сәйкес ақш пен Еуропа одақтастары Украинаға жасалған кез келген шабуылды бүкіл трансатлантикалық қауымдастыққа жасалған шабуыл ретінде қарастыруға міндетті болады. Құжатта болашақта Ресейдің Украинаға бағытталған кез келген елеулі, әдейі жасалған және ұзаққа созылатын қарулы шабуылы трансатлантикалық қауымдастықтың тыныштығы мен қауіпсіздігіне төнген қауіп деп бағаланатыны айтылған. Ресей тарапынан мұндай шабуылдар жасалатын болса, ақш өз одақтастарымен бірге шара қабылдауға міндетті болады. Оның ішінде қарулы қарсылық та бар. Бұл шараларға қарулы күштерді қолдану, барлау және логистикалық қолдау, экономикалық және дипломатиялық әрекеттер, сондай-ақ қажет деп танылған өзге де қадамдар кіруі мүмкін. Еуропалық әріптестер басқаратын ақш қатысатын бірлескен мониторинг комиссиясы осы шарттардың орындалуын қадағалайды. Сонымен қатар Financial Times басылымы украиналық ресми тұлғаларға сілтеме жасай отырып, ақш осы ұсыныс негізінде дайындалған келісімге Зеленский 27 қарашаға дейін қол қоюын күтетінін хабарлады. Бұл күн биыл ақшта мерекеленетін алғыс айту күніне сәйкес келіп тұр. Ал Зеленский қол қойғаннан кейін бұл құжат Ресей тарапына беріледі және барлық осы процесс алдағы желтоқсан айының басында шешілуге тиіс. Бұл жоспар Зеленский әкімшілігіндегі ең жоғары лауазымды тұлғалардың бірі Рустем Умеровпен өткен талқылаудан кейін бірден жасалған. Ол өз кезегінде жоспардың негізгі бөлігін мақұлдап, бірнеше өзгеріс енгізген және оны президент Зеленскийге ұсынған. Бұл туралы Рейтер агенттігі жоғары лауазымды америкалық шенеунікке сілтеме жасап хабарлады. Алайда Зеленский құжат қолға түскен кезде бұл мәселе бойынша әзірше ешқандай да өткір мәлімдеме жасамайтынын айтқан. Ал Украинаның еуропалық әріптестері Трамп жоспарымен мүлдем келіспейміз дегенді шығарды. Себебі бұл олардың ойынша Украинаның капитуляциясымен тең. Ал сіз қалай ойлайсыз, Трамп жоспары іске аса ма? Пікіріңізді жазыңыз.